Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін Шешен елінің ұлттық тағамының бірі галушкиді дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий басып кетіңіздер. Алдымен етімізді қайнатып аламыз. Етіміздің көбігін алып, тұз салатын боламыз. Етіміз пісіп жатқанда қамырымызды дайындап аламыз. 1 қасық тұз, 1 жұмыртқа және суымызды құйып, қамырымызды біріктіреміз. Біріккен қамырымызды 15 минутқа демалтуға қойып қоямыз. Толық демалған қамырымызды жазатын боламыз. Дәл мен сияқты жазып аламыз. Қалыңдығын міне видеода көріп тұрғандарыңыздай. Енді противенді аламыз да осылай ұн сеуіп қоямыз. Және міне жазылған нанымызды осы бөлікке бөлеміз де ұсақ қылдырып турап шығатын боламыз. Ұн салынған противенге осылай салып шығамыз барлығын. Кесіліп болған қамырларды дәл менің видеомдағындай саусақтың көмегімен айналдыра шығамыз. Піскен етімізді алып тастаймыз. Енді соус жасайтын боламыз. Ол үшін бізге 3 чеснок қажет болады. Сарымсақ. Және сорпа аламыз. Осылай сорпасын құйып аламыз да. Қайнап тұрған сорпамызға қамырымызды салатын боламыз. Қамыр кемінде 15 минутта піседі. Осымен біздің галушкиміз дайын болды. Ас болсын.